Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Азекен ғой арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге қазақстандық мына жігіттердің шығармақшы болған қорқынышты шутер ойыны жайында айтатын боламын. Бұл видео эстетикалық өте қызықты деректерге де толы болады, сондықтан да видеоны соңына дейін көріңіздер. Және керемет комментарияларда видеоның соңында. Ал видео басталмастан бұрын подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып, осы видеоға лайкта басып қойыңыздар. Сонымен қатар, мұқият тыңдаңыздаршы, сіздерден өте үлкен өтініш, менің екінші арнамада тіркеле кетіңіздер. Ол Казонимус арнасы. Мен ол жақта өзім туралы қызықты реакциялар, қызықты қорқынышты видеолар, тіпті осы жақта көрсететін қорқынышты ойындарға стримдар, видеолар түсіретін боламын. Екінші каналымның ссылкасы описанияда немесе комментарийде болады. Ал біз видеомызды бастаймыз. Көбісі білсе, көбісі білмейді. Қазақстандық алғашқы шутер ойын қорқынышты, детективті, мистикалық жанрда шықпақшы болған еді. Ол ойынның аты Тамерлан Апокалипсис. Өз кезінде бұл ойын интернетті шулатып, 2008 жылы жарық көруі тиіс болатын. Бірақ ол ойын әлі күнге дейін интернетте мүлдем жоқ. Сіз оны мүлдем ойнай алмайсыз. Не үшін екенін мен сіздерге қазір айтамын. Ең алдымен оны айтпастан бұрын ойын жайлы, оның мистикалық жақтары жайлы, оның графикасы жайлы, оның сюжеті және ойынды шығарған разработчиктер жайлы айта кетейік. Бұл ойынды алғашында Нан Шымкент Геймс деген студия, яғни шымкенттік Найжбұла Хабибаұлы мен Нұрдәулет Лесбек деген екі студент шығармақшы болған. Олар ең алғашында өздерінің тұрған 351-ші кварталға байланысты кішкентай ғана атыс ойын шығармақшы болған. Сосын олар ойлана келе өздерінің ойындарын кеңейтіп, оған сюжет қосып, неге фантастикалық керемет ойын шығармасқа деп шешкен. Ал бұл жердегі ең қызық және мистикалық жағдай ол ойынның сюжеті. Ойынның сюжеті бойынша жер бетінде 3-ші әлемдік соғыс басталады. Сол кезде Қазақстанға және Орта Азияға Ресей өз әскерлерін кіргізеді. Ал ақш болса өздеріне жаулас елдердің әскерін құрту мақсатында ол жерге адамдарды зомбиға айналдыратын дәріні шашады. Ал Ресей ғалымдары оған төтеп беретін антивирус дәрісін ойлап табады. Бірақ ол қате шығарылған болады. Соның кесірінен жерде болып жатқан соғыстан, атомдық бомбалардан және Ресейдің шығарған антивирусы мен ақштың шығарған вирусының кесірінен адамдардың 80% зомбиден де беттер мутанттарға айналып, ал қалған 18% бомбалардан жарылып өліп, тек қана 2%, яғни пайызы жер бетінде тірі қалады. Олардың ішінде ойынның басты кейіпкері Темірлан болады. Темірлан қарапайым шымкенттік студент бала болатын және сюжет бойынша бүкіл әлемді сол бала құтқарады. Ойынның сюжеті қорқыныш пен мистикалық қызықтарға толы екенін біз сезіне алдық. Бірақ неліктен біз бұл ойынның сюжетін кәдімгідей ойында, компьютерде ойнап өте алмаймыз? Осыдан кейін мен ойлана келе оның жауабын білу үшін, сіздер үшін сол Тамерлан Апокалипсис ойынының бір разработчигімен байланыстым. Оны іздеп табу, онымен байланысу және неліктен ойынның шықпағанын сұрау маған өте қиын болды. Ал мен сонда да 2021 жылы оның жауабын білдім. Бірақ оның жауабы біздің барлығымызды ашуландырады. Ойынның разработчигі маған жалпақ тілде айтқанда ойынның өте жаман болғанын және соның кесірінен оны өшіріп тастағанын айтты. Мүмкін уақыт көрсетер, алдағы уақытта тағы да шығарып қаламыз дегенде айтты. Бірақ ол Тамерлан Апокалипсис болмайды, мүлдем басқа ойын болып шығады. Егер сол кездердегі интернетке салынған Тамерлан Апокалипсистің ойындағы графикасын көретін болсақ, 2008 жылғы ойынға өте жақсы графика. Ешқандай да кедергіге қарамастан сол уақытта осы ойынды шығарғанда Stalker, Metro, Call of Duty ойындары секілді бұл ойында өте танымал ойын болатын еді. Ойынды ойнай алмайтынымыз өкінішті, бірақ мен сонда да қазақстандық мистикалық қорқынышты ойындарды іздеуге тырысамын. Ол үшін осы видеоның астынан 1000 лайк жинап тастайық және менің арнамада міндетті түрде подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып, өз ойыңызды комментарийге жаза кетіңіз. Ал мынау алдыңғы видеодағы топ керемет комментариялар. Келесі видеоға шыққыңыз келсе, онда осы видеоның астынан өзіңіздің керемет комментарияңызды қалдырып кетіңіз. Ал сіздермен бірге болған Азекен ғой арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар, аман жүріңіздер.